Сәлем достар, ИНТ Центр KZ сайтында жаңартылған пробный тест шыққан екен. Видеоны до конца қарап, менің неше жинайтынымды бірге көрейік. Ал кеттік ендеше. Бірінші сұрақты оқимыз. Correct quantitative pronoun. Quantitative pronoun деген кезде менің есіме осы everything, everyone, nothing, everybody, someone деген сөздер түсу керек. Бұл бізде есімдіктер. Енді сөйлеміміз is going fine with TED Science Presentation. Окей. TED-тің ғылыми презентациясымен барлығы жақсы болып жатыр деген мағынадағы сөйлем құрауымыз керек. Ол үшін everything is going fine деген дұрыс. Мына жерде everything is екеуі бір-біріне келеді. Everyone, everybody бұл жерде жанды нәрсе туралы айтып тұрған жоқпыз. Біз бұл жерде презентация туралы айтып тұрмыз. Сол үшін олар қате. Nothing келеді, бұл жерде грамматически дұрыс, бірақ стиль, мағынасы бойынша бұл жерде келмейді. Біз барлығы жақсы деп айтуымыз керек. Окей, келесі сұрақ. Екінші. Appropriate suffix. Окей, бізге қажетті суффикс қоюымыз керек. Бұл word formation тақырыбы. Бұл тақырыпты жақсы білу үшін бізге сөздік қорымызды көбейту керек. Мысалы, argue деген сөзден сөз шығару үшін, сөз тудыру үшін мен argument деген сөзді білуім керек. Argue деген сөз таластыру, argument деген аргумент. Окей, next. The correct meaning. Дұрыс мағына табуымыз керек. They stop being noisy after the warning. Осы сөйлемге мағыналас вариант табу керекпіз. Олар любопытный болуды қойды ескертуден кейін. Любопытный дегеннің қазақшасы қалай? Любопытный комментарийға жазып кетіңіздер. Они прекратили быть любопытными после предупреждения. Олар бір нәрсені доғарды, They stop an activity. Окей. Келеді. Бұл жерде do something as an experiment. Эксперимент ретінде нәрсе жасап тұрған жоқ. Be sorry about the past. Pause and do something else. Бұл жерде тоқтатып, басқа нәрсе жасап жатқан жоқ. Толықтай stop an activity. Окей, next. The correct adjective. Дұрыс. Сын есімді қоюымыз керек. If you want to be very successful. Егер сен осындай болсаң, сен өте успешный болғың келеді. Табысты болғың келеді. If you are selfish, arrogant, generous, ambitious. Окей, бұл жерде ambitious дұрыс. Selfish өзімшіл болсаң, табысты болғың келеді. Тәкаппар болсаң емес, generous жомарт болсаң емес, бұл жерде мағынасы бойынша ambitious деген амбициозный, то есть алдына мақсат қойып, мақсатына жететін адамды амбициозный дейміз, Appropriate preposition. Дұрыс шылауды қоюымыз керек. To change a page in a book means to turn. Кітаптағы бетті аудару деген мағына to turn over. Есте сақтаймыз, turn over. Окей, turn away деген отвернуться, бұрылып кету, turn down деген азайту, дыбысты немесе жарықты айтқанда, turn into деген превратиться, нәрсеге айналып кету. Окей, next. The correct determiner in the street is the same. Жаңағы determiner, quantitative pronoun дегеніміз бір нәрсе, in the street is the same. Бұл жерде көшеде барлығы бірдей деп айтуымыз керек. All think, былай қарап тұрсаң келеді, тура аударма. Бірақ бұл жерде байқау керек, is деген бізде етістік тұр. All think өзінен кейін көпше түрдегі are немесе were деген етістікті талап етеді. All деген сөз. Сол үшін бұл келмейді. Anything, ол болымсыз сөйлемде. Something in the street is the same деген мағына бойынша келмейді. Бұл жерде everything in the street is the same. Барлығы бұл көшеде бірдей. Everything деген өзінен кейін is деген екеуі бір-біріне сәйкес. Ал all thingтен кейін біз көпше түрдегі are-ды қоюымыз керек. Next. The correct reported statement. Дұрыс төлеу сөзді табуымыз керек. Сөйлемді, report speech. You can feed the animals later. Сен жануарларды кейінірек тамақтандыра аласың. He said, feed the animals later. Окей, мына жерде you can-ді айналдыруымыз керек. You деп сен десе, ол мен айтып тұрсам мен, немесе сендер болса біз деп айтуымыз керек. Сол үшін see келмейді мына жерде. Байқаңыздар, can өткен шақта could болса да, бұл жерде есімдігі келмей тұр, you. Окей, see алып тастаймыз. We should have, didn't need дегендер. Бұл жерде басқа модальностьтер. We would be able to дұрыс жауабы. Can be able to екеуі бір мағына, You can feed, you would be able to, would деп өткен шаққа, то есть report statementқа келіп тұр, сол үшін дұрыс жауабы D.
Келесі сұрақ. The correct option. Дұрыс вариант табуымыз керек. I would never Madina if I Тарас. Бұл жерде if-ті көріп тұрмын. Бұл бізде conditional сөйлем, иә. Условное предложение, шартты сөйлем. I would never, would-ті көріп тұрмын. Would, if Тарас. Мен ешқашан Мадинаны кездестірмес едім, егер мен Таразға бармасам. Бұл менде үшінші conditional, мағына бойынша тапсам болады. Немесе формула бойынша табуға болады. I would-тен кейін I would never have met Madina if I hadn't visited Тарас. Окей, міне бізде if-тен кейін past perfect тұр. I would-тен кейін have и үшінші форма тұр. Окей. Бұл үшінші conditional. Келесі сұрақ. The correct quantitative pronoun. Тағы да quantitative деген негізі көлемге байланысты. Аз, көп, барлығы, еш нәрсе деген сөздер жатады. Madina has very friends in Astana. Окей, бұл жерде бізде назар аударатын сөз friends. Бұл бізде countable noun. Countable мен бірге little келмейді, much келмейді. Мағынасы бойынша many келмейді бұл жерде. Madina has very few friends in Astana. Few, аз и countable сөздермен қолданылады. Демек дұрыс жауабы few. The correct verb with the preposition to. Бұл бізде verb plus preposition тақырыбы. Depend on, excuse about, belong to. Міне бізде дұрыс жауап belong to. Бұны жатқа білуіміз керек.